Резистордың сыртқы көлеміне қарамастан, мысалы үлкен болсын осындай, немесе екі шығысы бар осындай кішкентай резистор болсын, электрлік сызбада олардың шартты белгісі бірдей. Яғни электрлік сызбада резисторды біз тік төртбұрышты алып белгілейміз. Резистордың бұл қабырғасы бізде 4 мм. Ұзындығы 10 мм. Енді резисторды біз сызбада R деп көрсетеміз. Яғни қазақша айтқанда бұл кедергі. Резистор бірнеше болуы мүмкін электрлік сызбада. Сол үшін біз реттік нөмір береміз. Яғни бұл мысалы 5-ші резистор болса R5 деп белгілейміз. Енді бірнеше резистордан тұратын электр сызбасын сызайық. Бір резистор, екі резистор, үшінші резистор, төртінші резистор, бесінші резистор. Резистордың белгісі R. Реттік нөмір береміз. R бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Енді бұлардың кедергісін жазамыз. Мысалы 1 Ом, 200 Ом, 20 кило Ом, 30 кило Ом, 1 мега Ом. Ең маңызды айтатын нәрсем 0 Омнан бастап 999 Омға дейінгі санды біз Ом деп түсінеміз схемада. Яғни бұл жерде реттік нөмірі кедергісі жазылып тұр ғой. Енді сан тұр. Санның қасында ешқандай белгі жоқ. Значит, ол 0 Омнан 999 санға дейінгі кедергі ол бізде Ом болады. 1 Ом болады. Мынау 200 Ом. Келесі 1000 Омнан бастап 999 Омға дейінгі сан бізде ол кило Ом болады. Яғни К деп белгілейміз оны. Мысалы мынау R екінші резистор 20 кило Ом. R төртінші резистор 30 кило Ом. Миллион Омнан кейінгі сан бізде мега Ом. М деп белгілейді. Мысалы бізде бұл 1 М, 1 мега Ом. Мысалы 20 М десе, ол бізде 20 мега Ом. Шетелдік электрлік сызбаларда резистордың белгісі шарттық, серпе сияқты белгі болады. Бізде осындай белгі көрсетсе электрлік сызбада, шетелдің сызбаларында резистордың белгісі осындай. Бірақ бұлардың кедергісі, реттік нөмірі және несі белгісі бәрі өзгермейді. Бірақ бұл бізде электрлік катушкаға ұқсайды. Бұлардың сызбалар бір-бірлеріне ұқсағанымен бұлардың қызметтері бөлек. Сол үшін шатастыру болмау керек электрлік сызбада.